Баршаңызға қайырлы күн, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Биылғы жаңа жылға арнап осындай тигр рулетін жасадым. Өте оңай жасалады, 15 минутта пісіп шығады және де құрамы өте қарапайым, барлық үйден кездесетін заттармен жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, қант, сүт және ванилин қажет болады. Жұмыртқаға қантты, кішкене тұзды қосып, одан кейін ванилинімізді қосып, миксердің үлкен скоростында айналдырып, жақсылап араластырып, көлемі 2 еселенгенше дейін араластырамыз. Осындай бізде көпіршікті ақ масса болуы қажет. Тағы да оған сүт міндетті түрде бөлме температурасында жылы болуы қажет. Сүтті қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз осындай әппақ болғанша дейін бір 10-15 минут араластыруымыз қажет. Одан кейін ұнды шетінен салып, жақсылап венчикпен немесе қалақшамен араластырып отырып дайындаймыз. Бұл пирогтың құрамына қопсытқыш қосылмайды, сол үшін міндетті түрде миксермен ұзақтау айналдыруымыз қажет. Духовкамызды қыздырып қойып, пергамент қағазға осылай біркелкі етіп жайып аламыз. Одан кейін 180 градуста духовкада 15 минут пісіріп аламыз. Қалауыңызша осылай өрнек салсаңыздар болады. Осы дайындалған тестадан 3 қасық ас қасық тестасын алып, оған какао қосып дайындап алдым. Өрнектерін қалауыңызша саласыздар. Духовкада пісіріп аламыз. Одан кейін кремін дайындау үшін бізге кішкене сливки қажет. Одан кейін қаймақ және қантты қосып, араластырып, кремін дайындаймыз. Негізі бұл крем міндетті емес, сіздерде сливки болмай жатса, варенье мен джеммен жасасаңыздар болады, ортасындағы начинкасын. Піскеннен кейін осылай шет жақтарын алып аламыз. Екінші пергамент қағазын дайындап, маған солай негізі ыңғайлы алған, үстіне екінші пергамент қағазын салып, мен сияқты видеодағыдай алсаңыздар болады. Өте ыңғайлы. Одан кейін бетін сүлгімен жауып суытамыз. Толықтай суығаннан кейін жан-жағын осылай тегістеп кесіп тастаймыз. Одан кейін дайындаған кремімізді үстіне жағып, рулетімізді айналдырамыз. Мен 1-2 ас қасықтай крем алып қойдым, бетіне кішкене өрнектер салу үшін. Біркелкі етіп осылай жайып аламыз. Өте оңай жасалады. Мен одан кейін осылай вареньені да қосқанды қаладым. Сіздер тек қана вареньені жақсаңыздар да болады, егерде үйде сливки болмай жатса. Күнделікті дайындауға да өте ыңғайлы, оңай жасалатын рулет маған қатты ұнады. Осылай видеодағыдай етіп айналдырамыз, орап шығамыз. Өте оңай жасалады, ешқандай қиындығы жоқ, қиындықсыз оралады. Ал орап болғаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін мен кесіп дастарханға қоя бердім. Негізі 1 сағаттай тұрғаны жақсы, кремі әбден сіңеді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалады, ұнайды деген ойдамын. Бетіне осылай крем жасадым. Бірақ ол міндетті емес, осылай өзінде қойсаңыздар болады. Ал достар, рецебім ұнап жатса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал менің каналымда бұдан да басқа көптеген салаттардың, тәттілердің, пирогтардың және фастфудтардың көптеген рецептері бар, кіріп қарасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Жаңа жылдарыңыз тағы да құтты болсын, отбасыларыңыз аман және де табысты, керемет жыл болсын.